Мен мектеп парламентінің президенттігіне үміткер болып отырған Абай орта мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Ғалымжанқызы Зарина. Менің бұл жобадағы ең бірінші мақсатым әр балаға мотивация беру арқылы әр баланың ынтасын ашу және де қабілетін ашу. Менің жасағым керек ең бірінші жобам бұл әр жылдың аяғына қарай жыл үздігі деп аталатын жобаны жасаймын. Бұл жобаны ұйымдастырған себебі әр оқушының, әр баланың жарты жыл ішінде қаншалықты білім алуы, қаншалықты дарынды екенін білуге болады. Сол себепті де осы жобаны қолға алдым. Менің екінші жобам бұл 7 мен 9-шы сынып аралығында дебат клубын ашу. Яғни бұл себебі жобаны ашу. Бұл жобада әр бала, әр оқушы өзінің ойын анық жеткізу үшін және де өзінің білімін арттыру үшін қолданылған жоба. Менің үшінші жобам мотивация деп аталады. Менің бұл жоба қызықты әрі ерекше болмақ. Яғни бұл жобаның қызықтылығы әр бала өзінің ойын, пікірін, ойындағы іс-шараларды, спорттық ойындарды, түрлі мақалаларды айта отырып, және де мен сол оқушыға, сол балаға мотивация беру арқылы осы жобаны қолға аламын. Бұл жобада барлық сынып қамтып қана қоймай, психолог маманымен бірге оқушылар арасындағы байланысты нығайтуға болады. Әр жыл сайын қыс сынып жігіттер сұлтаны және де қыстау ойындарын ұйымдастырып отыратын боламын. Бұл жобада 7 мен 10-шы сынып аралығында бақ сынайтын болады. Әр оқушы өзінің бағын сынап қана қоймай, бұл жерде әр оқушының танымдық қабілетін шыңдау болады. Менің 5-ші жобам ол мектеп және де мен деп аталады. Бұл жобаға мектепшілер барлық оқушылар қатыса алады. Бұл жердегі ең біріншісі ол менің ұсынысым деп аталады. Яғни бұл жерде мұғалімдер және де оқушылар өздерінің пікірлерін, өздерінің ойларын ашық жеткізіп немесе ұйымдастырғысы келетін іс-шараларды тыныш шешіміне сала алатын болады. Екіншіден менің қолға алғым ол білімді арттыру деп аталады. Бұл жобаны мен қолға алғым келген себебім әр оқушының, әр баланың өзінің білімдерін арттыру үшін түрлі кітаптар немесе түрлі ұялы телефондардың ішінде ойындар арқылы, интерактивті тақталар, мектептегі компьютерлер, ноутбуктар арқылы, қызықты ойындар арқылы немесе жаттығулар арқылы білімін арттыруға болады. Және де ең қызықты үшіншісі ол адалдық дүкені деп аталады. Адалдық дүкені мектебімізде қайтадан жалғасуда. Адалдық дүкені әрмен қарай гүлденетін болады. Сіздер салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Ғалымжанқызы Зарина.